Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жібек Дайрабекқызы. Бүгін Пиндододан Рамазан айына айтқа қандай сыйлықтар, не зат алуға болатынын сіздермен бөліскім келіп отыр. Себебі Рамазан айы айт бізде мұсылмандар үшін өте ерекше күндер, асыға күтеміз. Сол себепті осы видеоның соңына дейін көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, және Пиндододан тапсырыс беретін кезде осындай варианттарды қарасаңыздар болады. Мысалы, мына қыз көрсетіп тұрған осындай жанатын ілгіштерге тапсырыс берсеңіздер болады. Пиндодода бұндайдың түрі бар. Дәл біздің Рамазан айына сәйкес келеді. Іліп қойғанда әдемі, дәл жаңа жылдағыдай сияқты. Тоққа қоса осылай әдемі жанып тұрады. Енді қараңыздар, бұндай тақырыптағы заттарды іздеу үшін поискқа біз айт мубарак деп жазамыз. Енді Рамазан деп жазсаңыздар да шығады. Мен бірақ байқаған, осы айт мубарак деп жазсақ, көбірек шығады екен әдемі заттар. Енді қараңыздар, мінекей осындай түрлі енді керемет, көрген кезде көздің жауын алатындай осындай әдемі заттар көп. Қазір мен әрқайсысын сіздерге вариант ретінде жеке тоқталып көрсетейін. Соны тапсырыс берсеңіздер болады. Себебі ораза ұстаған кезде де ауызашарға да біз ерекше дайындалатынымызды барлықтарыңыз білесіздер. Сол үшін де алдағы осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Әдемі нәрселерді мен сіздерге көрсетемін. Енді қараңыздар, ең бірінші бізде енді осындай үйдің сәнін келтіріп тұрған холодильникке осындай наклейка алсаңыздар болады. Одан кейін мінекей мына қараңыздар, ауызашарға жалпы үйде осындай ілгіштер ілсеңіздер болады. Қонақ шақырғанда, тіпті қонақ шақырмайды, осындай сәнді шарларды іліп қойсаңыздар болады. Бұл да бір сән. Тіпті қараңыздар, мінекей біздің бәйтерегіміздің өзін Қытайдан тапсырыс беруге болады. Мінекей көрдіңіздер ма? Ойламайсың, Қытайда біздің бәйтерек сатады деп. Сосын қонақ шақырғанда мінекей осындай түрлі печеньеларды пісіретін силикондарға тапсырыс берсеңіз болады. Дастарханға күшті. Сыйлыққа осындай жайнамаз сумкасымен алсаңыздар болады. Қасында тәспісі бар. Жайнамаздың осындай түрлері бар. Қараңыздар, қандай ерекше, сыйлыққа өте күшті екен. Енді маған қатты ұнады. Және тәспінің түрлері бар. Неше түрлі жылтырлақтармен осындай әдемі тәспілері бар. Сондықтан жалпы қарасаңыздар, вариант деген көп. Дәл қазір тапсырыс берсеңіздер, как раз ораза басталғанша үлгересіздер. Мінекей осында Рамазан айы қашан басталады, қадір түні, ораза айт қашан басталатын күндерін салып өттім. Қабыл болсын.